Ой, сендерді де еркек деді. Баланы жастан, қатынды бастан деген. Үйленгеннен бастап әйеліңді жұмсап үйренбесең, сені өмір бақи жұмсайды. Ой, не дейді дағы? Жүргеннен кейін мен сияқты жүру керек қой. Қалай сонда? Қалай болса солай. Әйелім бар ғой, әр басқан қадамына маған есеп беріп отырады. Түх, шіркін. Жүке, мүмкін сіз өзіңіз есеп беріп отыратын шығарсыз. Ой, сен бейдекің ғой мынау. Қайсы, звондап жатыр маған. Міне, жеңгелеріңіз звондап жатыр. Шынымен мықты екенсіз онда. Мықты. Ей, не болды? Видео звондап кел, звондап. Қайдасың? Айран, қайда? Әйеліне отчет беріп жатыр. Жұмыстамын деймін. Айранның сүтіңнің бәрін алып қойғам. Енді қашан келесің? Барам дедім ғой, 5 теңге тақпан соң барамыз ғой. Шынымен жұмыстасың ба? Ой, сен бесің бе? Берік бәрі тұр ғой, жұмыстамын, көр. Қайда көрсетсеңші дұрыстап. Қайт. Көрдің бе? Қайда ғой қазір? Ой, такси керек па? Тұра бер қазір бар. Менің кезегім Сіздің кезегіңіз, я. Тоқтан, тұра бер. Ту, ұят болды. Жүке, не болды? Кеттіңіз ба? Жаңа ғана мықтымын деген адам. Жүке, әртіс қажат. Ассаламағалейкум аға. Ағалейкум салам. Север 800. Отыр. Жолдан бір жерге кіріп кетсек бола ма? Онда 200 қосасың. Жарайды. Отыр. Ей, қап мынанай. Ой, тағы да басталды ма? Бәрі дұрыс па аға? Дұрыс болмай тұр ғой сол. Онда басқа таксимен бара берейін. Ой, тоқта. Өзім апарып тастаймын, қазір оталады. Одан да әңгімеңді айтып отыр маған. Өзіңіз айта беріңізші. Әй, не болды? Менің мәшинем сияқты көңіл күйің жоқ қой. Иә. Аға, сізден ақыл сұрасам бола ма? Сұра. Апарып тастау мақшабысы да ақылым тегін ғой. Сұрай бер. Қазір 1 минут аға. Иә, айта бер. Мен қорқып жатырмын. Ей, қорқа бермеш. Баланы алдырып тастау оңай деп ойлайсың ба? Қандай бала? Бір ағайлық қой. Ештеңе қылмайды. Қасыңда өзім тұрам ғой, ойымдамасайшы. Осының бәріне сен кінәлісің. Ей, қойшы болды. Отырайық енді, сен кінәлі, мен кінәлі деп. Қайтсек те, осы бәледен тезірек құтылайықшы. Жарайды. Не істеймін, не істеймін енді? Не істейсің? Үйленесің? Болды ғой? Ой, үйленесің. Болды ғой сонымен, мәселе бітті ғой. Ой, аға, үйленетін қыз емес ол. Онда сотталасың. Ой, не айтып отырсыз аға? Одан да көлігіңіз жүргізетін бір әрекет жасасаңшы. Міне, жүрді. Әй, өзің ақыл айт деген кейін айтып отырмын. Менің ақылым тыңдасаң алдырмаңдар баланы. Ей, ұрпақ керек. Біреулер бала таппай жүр, ал бұлар алдырамыз дейді. Қызық ба мыналарым? Ақымақ. Басқа айтар ақылыңыз жоқ па? Басында ақылы жоқ. Өмір сеніңкі, қыз сеніңкі. Болар болғаннан кейін, қызыға менен ақыл сұрайды. Бай кеттік. Мені келдік. Аға, мен осы жерде күте тұрыңыз, мен қазір келем. Ей, тоқта. Ақшаңды беріп кетсей. Сен сияқтыларды білем ғой енді. Кешір бірақ. Иә. Міне.
О, Кет қалмаңыз енді, күте тұрыңыз. ой, қай жаққа барам? Сен күтем ғой. Ай, тез шық бірақ. О, привет, қалайсың? Жақсы, өздеріңді. Махмонда жақсы. Жақсы онда. Осы қыз ба? Тәртіпсіз. О, Қазір шығам. күшті машина мініп алыпсың ғой. Әзілдей бермеш. Әу жаным, Қайда жүрсің? мен ба? Иә, сен. Мына университеттің алдында тұрмын, клиентті күтіп. Сенбеймін. Бәрібір сенбеймін. Ой, сенбейсің ба? Көрсетші кәне. Көрдің бе? Иә, Тамағыңды дайындай бер. бопты жарайды. Қазір барып қалам, болды. Оны көріп өзім де түсінбей қалдым ғой. Ал онда бара бер. Жарайды Мақұл. пока. Әке, Ой, қызым, мұнда не істеп жүрсіз? сені күтіп тұрмын ғой. Не үшін? Үйге алып кетпейін ба? Пап, мен сізге қанша айтам, кішкентай қыз емеспін ғой, өзім қайтам деп айтып жатырмын ғой сізге. Ән. Болмайтын нәрсеге ренжиді. Әзілдеп тұрмын. Іште бір клиентім бар еді, соны күтіп тұрмын. Бірақ қайтам десең алып қайтамын. Жоқ, өздеріңіз қайта беріңіздер, мен құрып үйіне кіріп шығуым керек еді. Ал жарайды, Жарайды. байқап жүр. Жоқ. Мен сол универдің алдындамын. Ақмарал, мен сені іштен іздеп жүрмін ғой. Бағанағы не істейтін болдық? Жаңа ғана бәрін айттым ғой саған. Қайта несіне сұрай бересің, ойымдамасай. Тоқта. Сенің бағанағы айтып жүрген қызың осы ма? Иә, осы қыз. Қандай қыз? Бағана баланы алдырып тастау туралы сөйлескенбіз. Уайымдама. Ол кісі... Ол Қызым. кісі... Қалай? Біледі. Сен Әке, қызым әке. бұл қалай? Мен Сізді ойлағандай емес, әке. Осы сәттен кейін менің үйленуден басқа амалым қалмады. Бірақ қайнатаммен бұлай танысам деп ойламаппын. Аға! Жағдайға қарап кішігірім тойымызды да жасадық. Бәрінен де бұрын анам қатты қуанды. Міне, менің Ақмаралмен өмірлік жолым осылай басталып та кетті. Мам, Ау, тамақ неге сіз істеп жатырсыз? Келініңіз қайда? келіннің мазасы болмай жатыр екен. Мам, Ау, мына машинаны қараңызшы. кәне, Кредитке беріп жатыр екен. тегін беріп жатқанда айтасың аба. Айына 80 мың теңгеден түседі екен. 80 мың теңге? Иә? Қашанғы салпақтап жаяу жүре береміз. Өзімізге арнап бір машина алмаймыз ба? Алатының 90 мың теңге. Оны пәтерге төлейсің бе, жоқ әлде кредитке төлейсің бе? Ой, несіне уайымдай бересіз? Жұмыстан кейін таксовать ете салам. Сол да сөз болып па? Одан да сол ақшаны жинада үй сатып ал. Ертең бала шағаларың болады дегендей. Қашанғы пәтерде салпақтап жүрмексіңдер? Мам, Ау, тамақ пісті ма? міне қазір дайын болып қалды. Не, сен бір жерің ауырып жатыр ма не? Жоқ, Жаңа мамама ауырып жатырмын деп айтыпсың ғой. басым ауырып жатыр. Кішкене бағана.
ауырып. Осындайын қашан қоясың сен өзі? Ана, балам, осы кредит деген бәлеге жоламай-ақ қойсаңдар қайтеді, Қазір бүкіл әлем кредитпен өмір сүріп жатыр. Ауылда отырып аласыздар да қорқа бересіздер. Білмеймін. Қайдам әйтеуір қорқамда отырам. Ата-бабамызда болмаған нәрсені істеп жүресіңдерді осы. Міне, сол ата-бабаларымыз кредит алмаған. Сондықтан да олардың машинасы болмаған. Осылай біз анамды ауылға қалдырып, қалаға жаңа өмір бастауға бел байладық. Ең бастысы, кредит алып, армандаған көлігіме қол жеткіздім. Қалай екен? Базар жоқ, мықты екен. Мықты емес, зың қобыл машина. Зың деп қойсай. Кредитке алдың ба, наличка ма? Қайда кредит? Наличка ғой. Ақша жоқ деп тема машина мініп алыпсың ғой? Енді еңбектің арқасы ғой. Еңбек. Ал, аяқ алсын көрейік көліктің. Айдап, как раз бір шаруалар бар еді. Жоқ досым, бере алмайм. Өзімнің шаруаларым бар. Не болды? Машина аламын деп кісі болып қапсың ғой? Жоқ, Ей, жылана бермеш. Түстен кейін әкеп берем, не болды сонша? Гай ұстаса не істейсің? Қойшай гайд. Таныс көп, өзім жауап берем. Етіп берш. Мә, тезірек келші онда. Тезірек жүрсе, тезірек келем. Уайымдама досым. Новый ғой машина. Ескі қылып қайтарам. Қарашы, маған Шапағат Орынбаев лайк басыпты. Жаным! Не жазып атсың? Мынаны қараш, дұрыс жазған сияқтымын ба? Сізді сағынып кеттім, қашан келесіз? Кімге жазып атсың? Қазір көресің. Кеше ғана жігітім жоқ деп атыр едің ғой? Қазір қызық болады. Мой нож! Как ты мог со мной так поступить? Я думал, тебе будет приятно. Ты издевался над моими чувствами. Я не издевался, могла бы догадаться. Так это я виновата. Подпись сделана твоим почерком. В любовных письмах не пытаешься сличать подчерк. И знаешь почему? Ақмарал, Потому что тебе хотелось... тамағыңды дайындамағансың ба? Жоқ. К симпатичному Неге? Жан, өтініш, бір жолға кафеден ше салшы. спала с ним в Бағаналы бер не істеп отырсың сен? Потому что ты меня соблазнил. Дайындамайсың ба? Енді сериалым басталып кетті ғой? Қайтейін сериалың басталса? Ұрыспай-ақ қояқшы. Спала с ним. Но кто Қашан адам құсап осы үйде тамақтанады екенбіз? Күнде бір үйден тамақ ішіп отырғандай. Крис не смог бы меня соблазнить. То же самое я сказал Дикси. Ты ей рассказал? Просто упомянул. Сволочь, сукин сын. Я могу и сдачи дать. Я пытался сказать, что люблю тебя. Енді белгілі болды ғой сенің қайда бара жатқаның. Әкелші. Мен шыға берем онда. Шыныңды айтшы, осы сен қайда бара жатсың? Жұмысқа? Тыныштық па? Тыныштық емес. Жарайды, кеттім мен. Я? Үйден шығып жатырмын. Қазір жетіп қалам 5-10 минутта. Диас, Оу, тоқташ. жақсы. Мен де сенімен бірге барам. Қайда бармақшысың? Сенің не жұмыс істейтініңді көруге барам. Үйде сериалын көріп отыра бермедің бе? Ертең қайталайды ғой, сол кезде көре салам. Еш қайда бармайсың, кір. Сонда сен менің көзіме шөп салып жүргенде, мен тыныш үйде отыра беруім керек па? Не айтып тұрсың сен? Онда қолыңдағы жүзігің қайда? Қалып кетті үйде. Не деген сәйкестік? Жүзігіңді шеш тастап бойдақ боп жүр екенсің ғой, а? Сен сонда маған сенбей тұрсың ба? Онда жүзігің қайда? Сен сонда маған сенбей, сол жүзікке сенейін дедің бе енді? Қойша. Көршілер қарап тұр. Ят болады. Кір бар үйге. Жібер. Кірмейм.
Не істемекшін сонда? Мен де сен сияқты өзіме көңілдес тауып алам. Не деп тұрсың сені? Сонда сол менен артық болып тұр ғой саған, я? Не оттап тұрсың? Кешке жұмыстан келгеннен кейін сөйлесеміз. Жібер. Кір бар үйге. Сәлеметсіз бе Гүлаш әпке? Бақош, қалайсың? Сізге посылка алып келдім. Маған ба? Я сізге? Посылкасын еш. Мүмкін қателескен шығарсың. Неге қателесем? Жазып тұр ғой балаңыз Диастан деп. Диастан ба? Я Диастан. Оппа! Баламнан ба? Я балаңыздан. Не істеу керекпін? Мұнда қол қойып жіберіңіз. Мына жерге ма? Міне. Оп, бәрекелді, мінекей. Бұл не болды екен өзі? Тігін машинасы ғой. Жарайды, Жарайды, сау болыңыз. Рахмет, жақсы сау бол. Әпке жақсы, аман болыңыз. Ай, көп жасағыр, керек болып жүреді. Фара, суың төгіліп жатыр. Не істеп жатсың сені? Ой, кешіріңіз шаға. Сен өзі? Кешіріңіз шаға. Соғырсың ба? Байқамай қалдым аға. Сүртіп Жібер, берем. басып, қарамайсың ба көзіңе? Қап, үсті бастың бәрін Не қылдың мынаны? Сүртіп берем. Тазалап берем аға өзім. Кешіріңізші. Тазаламай-ақ қой, тат қолыңды. Сізге не болды? Қалай не болды? Үстіме су төгіп, бәрін Мына жерді тазалай жіберейінші. Көрген қарау керек жоқпыз аға, адам көзге. байқамадым. Кешіріңіздерші. Ренжімеңіздерші. Болды аға, кешіріңіздерші. Байқамай қалдым. Қазір өзім барлығын реттеп, үстеріңіздің бәрін сүртіп тазалап берем. Не қылдың мына Иә. үстімде? Аға, мені ұмытып кеткен жоқсыз ба? Керек емес сен салып. Шақыршан администраторыңды. Неге ұмытам? Сенімен сөйлесіп отырмын ғой. Аға, мүмкіндік болса бетпе-бет отырып сөйлесейікші. Бетпе-бет не, телефонмен не, бәрібір емес пе, жаза берші. Аға, Тоқта. Ау, мама? Балам-ау, ақшадан қысылып жүргенде машине жіберіпсің. Мам, машинаның кейін жөндетеміз. Ай, балам-ау, дұрыс түсінбедің-ау мені. Жаңа тігін машинесін жіберіпсің Мам, ғой маған. сізге сәл кейінірек хабарлассам. Жарайды, балам, аман бол. Жарайды. не дейді мамам? Ей, машинасын жөндету керек дей ма? Түсінбедім. Мен стипендиямды жинап, мама сіздің атыңыздан жаңа тігін машинасын салып жіберген болатынмын. Не үшін? Енді кішкене көңіл көтеріліп қалсын дедім. Ой, Назым. Мама екеуің екі жақта миды аштыңдар ғой. Аға, ауылға жеңгемді ертіп бірге барып қайтайық та. Өзің бара бер. Оның үстіне жеңгеңнің аяғы ауыр. Мазасы болмай жүр. Онда өзіңіз жүрсеңізші, бармағаныңызға да біраз уақыт болды ғой. Онсыз да шаруам басымнан асып жатыр. Көзіңізге ана телефоннан басқа ештеңе көрінбейтін бопты ғой. Басымды ауыртпашы. Маған ақыл айтайын дедің бе енді? Енді рас қой. Даяшы. Шөт. Қанша болды? Қызым, келетініңді алдын ала неге ескертпедің? Папа үйде ма? Жоқ. Тыныштық па? Тыныштық емес. Тағы бірдеңе бүлдірдім десейші. Ал, не болды? Мам, мен Диаспен ажырасам деп шештім. Немене? Не үшін?
Сол. Ана ішіңдегі баланы ойласаң қайтеді, а? Сол ойламағанда мен ойлауым керек па? Ой, құдайым-ай. О, әпке, қашан келдіңіз? Көріп тұрсың ғой қашан келгенімді. Әпке, жездем қайда? Айтпашы оны. Неге? Қойшы. Ал, не болды, айтсаңшы. Мам, Диастың менен басқа біреуі бар. Оны қайдан шығардың? Бағана телефонына бөтен номерден хабарлама келді. Мен сізді сағынып кеттім. Қашан келесіз деген. Ай, мүмкін. Басқа телефоннан шатасып түскен шығар. Мама, мен ақымақ емеспін ғой. Мен көңілдес екеніне сенімдімін. Ата-енеңмен де бірге тұрмайсың. Не болды сендерге? А? Әпке, ол хабарламаны мен жазған едім. Не? Қалай сонда? Жаңадан номер сатып алғам. Содан жездеммен ойнайын деп едім. Қызым-ау, оның не істегенің? Мен жай қалжыңдадым ғой. Сәуле сондайда қалжың бола ма? Кешіріңізші. Ой, оның не сенің қызым? А? Бірақ бар ғой, жезде маған жауап та қайтарған жоқ. Сенбесеңіз міне. Көріңіз. Берші. Шынымен де жазбапты. Қайда? Рұқсат 400. Отырса апарып тастаймын ғой. Ақыр тұрмын ғой бос. Жарайды, жүріңіз. Отыра бер. Жақсы болды ғой өзі. Қазір бітіріп тастаймын мынаны. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Машинаңыз қай жылғы? 6 салды ғой. О, керемет, керемет. Түрі жақсы. Ай, мынауың өзіңдікі. Объемы қанша? Кубы 4 емес көке. О, жақсы, жақсы. Қанша аттың күші бар мұнда? Көп те емес, аз да емес, 500 аттың күші бар. Не дейді ай? Өзіңіздің машинаңызда қанша аттың күші бар деп тұрсыз енді? Бізде аттың күші жоқ, бізде ешектің күші бар. Шамасы 16 ешектің күші бар ау деймін. Ай, қадырас көке. Күледі ай, неге күлесің? Жарсасың да. Жарыспай ақ қояқ көке. Неғыламыз жарысып? 16 ешек саған ойыншық па? Жарысамыз, дайындал. Мен дайынмын. Кет! Көрді, алданып қалды, кетті. О, әкеңнің. Тағы да бастадың ба? Ел-жұрттың алдында мені масқара қалдың ғой. Бүйтіп жыныма тие беретін болсаң, үстіңе 10 мың теңге қосып иномарка алам ғой. Көке, 10 мың теңге қосып иномарка аламайсыз ау? Неге аламайды екем? Опел иномарка емес пе саған? Иә, көке. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Иә, көңіл күй жоқ. Менің мәшінім әйтеуір. Көңіл күйі көтеріңкі бір адам отырмайтын болды ғой. Аға, сізден бір ақыл сұрасам бола ма? Ойбай ау, сұрасай, ақылды, айтамын ғой. Ей, тоқта. Сенің осы жүретін қызың көтеріп қойған жоқ па? Қайдан біліп қойдыңыз? Оппа, тоқтай тұр. Оппа, тоқтай тұр. Міне. Алло, қатын, үйдесің ба? Иә, үйдемін. Сәуле қайда? Ол да үйде. Не болып қалды? Еш жаққа кетем деген жоқ па? Жоқ. Тыныштық па? Тоқтай тұр. Жаңағы жүретін қызың аты кім еді? Майра. Қатын бәрі дұрыс екен. Дұрыс екен, жарайды, мақұл, жақсы. Осы күнгі жастарға
Ақылды да ойланып барып айтатын болдық қой. Қой кеттік. Құрметті әріптестер, ертең жұмыс жоспарларыңызды қағаз бетіне түсіріп, ойларыңызды жазып, жарайды, келістік. алып кеп маған өткізесіз. Иә, Басеке, ертең алып келеміз. Келістік. Әрине. Рахмет, брат. Ау, Ай, красавчиксың ғой сен. түсінбедім. Красавчиксің сен деймін. Сіздерге түсінікті ма? Түсінікті, Басеке. Ары қарай Ерназар жалғастырсын. Ерназаров, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Сізге телефон арқылы шығуымыз керек екен ғой. Жарайды. Мен жұмыстан кейін шығам. Жұмыстан кейін соғам. Кешіресіздер. Түсінікті ме, Ерназаров? Басеке, түсіндім. Нені түсіндің? Кешіресіз, басынан қайталап жібересіз ба? Сонда жиналысты сен үшін қайтадан бастауың керек па? Жоқ, енді... Кешегі тапсырған құжаттарды не істедің? Басеке, ертең тапсырсам бола ма? Кеше қолым босамады. Сенің қолың босаған күтуіміз керек ғой сонда біз, Басеке, енді тапсырам ғой. Не болды сонша? Шыныңды айт дес, мен саған неше рет ескерттім. Жұмыс кезінде телефонды қолданба деп. Басеке, енді қайталанбайды. Сен арызыңды жаз да жұмыстан шық. Басеке. Боссың. Жарайды. Бүгінгі жиналысымыз осымен аяқталды. Бара берсеңіздер болады. Досым! Не болды? Шынымен де машинаң зың тартады екен. Тірліктерін бітірсең әкеп берші. Не болды сонша? Бәрібір жұмыста жүрсің ғой? Кешке дейін апарып берем. Жұмыстан шығып кеттім. Тыныштық па? Телефонда отырған бір көріп еді. Соған ашуланып жатыр ғой. Сол үшін шығарып жіберді ма не? Жоқ, өз еркіммен шықтым ғой. Қайта бастық қалсай деп қанша жалын. Келесі жылы орынбасарым боласын дейді. Бастығыңды жалындыра бермей, бармайды. Мен жұмысқа? Не қылам? Оның үстіне айлық аз. Не дейді ақ? Қайдасың енді қазір? Көріп тұрсың ғой, телефондамын. Қаны? Алло. Сәлеметсіз бе? Жедел жәрдем тыңдап тұр. Қажымқан көшесінде адам қақып кеттім. Аты жөніңіз кім? Зардап шеккен адам аман ба? Білмеймін. Келген екен түсіндірем. Келіңіздерші тез. Бауырым. Тірісің ба? Бауырым-ай. Диас! Қақтан қара жүрсің? Көмектесті! Шыда, бауырым. Қазір жедел жәрдем. Қазір кел. Бауырым, қазір. Жедел жәрдем тыңдап тұр. Тездетіңдерші. Нақты мекен-жайды айтыңыз. 29 Қазылған. Телефоннан бас алмай осы жағдайға тап болдым. Аллаға мыңда бір шүкір. Бір қуаныштысы,
бұл менің жай ғана түсім болып шықты. Бірақ та дәл осы жағдай сенің өңіңде болып қалуы мүмкін. Ойлан.